Шығыс айбыны 2026 сапқа тұрғызылды. Баяндаған Шығыс Қазақстан облысының жас сарбаз төрағасы Шаматов. Армысыздар, жас сарбаздар. Еркін тұр. Еркін тұр. Біз батыр болған ағаларымыздың, бабаларымыздың ерен ерлігінің арқасында бүгінгі күні бейбіт өмір сүріп, білім алып, еңбек етіп алаңсыз, ұрпақ өсіріп, жарқын болашаққа нық қадам басып келе жатырмыз. Айбын жарысы осыдан міне 3-ші жыл болып жатыр. Осы әскери бөлімде айбын республикалық айбынға іріктеу болып жатыр. Яғни Шығыс Қазақстанның 13 ауданынан команда қатысып отыр. Оның ішіндегі жалғыз команда емес, әрбір ауданнан мықты деген балаларды алып, июнь айында болатын республикалық айбынға биыл Щучинск қаласында Боровойда болады. Халықаралық айбын, яғни 9 мемлекет қатысады. Соған іріктеуіне бүгін бұйырса бастағай жатырмыз. 7 сайыс болады. Бірінші яғни автоматты жинап шашу, екінші белтемірге тартылу, үшінші жатып денеден көтеру, әскери эстафета, мылтықтан ату, ең соңғысы ОЗК.